бір жаңа тенденция келіп жатыр, жаңа мүмкіндік келіп жатыр. Бірақ сен бір істеп тұрған жұмыстан шығу дұрыс па, дұрыс емес па? Қалай ойлайсыздар мысалы? Андай нәрсе өзіңнің жүрегіңе жақын, өзіңе ұнайтын бір нишаны тауып, соны стримда бүйтіп тақырып қылып аша алсаң, вот сол кезде күшті продажа болады. Сразу жұмыстан шығып кетуді қолдамайсыз? Қолдамаймын. Енді нишасы болса, пожалуйста. Бірақ енді бастап жатқан адамға Хорошо. Сіз елдерімізде не дейсіз? Өзіңіздің нишаңызды тапқанша, бір белгілі бір табысқа шығып алғанша қосымша алып жүрген дұрыс деп ойлаймын. Досыңмен ба, туысыңмен кел, давай бірге не істеп көрейік, параллельно өткізіп көрейік, бір зат сатып көрейік деп үйсіп бастау өте күшті нәрселердің бірі. Бірден команда алып тастағысы келеді, бірден 2-3 команда қойып тастағысы келеді да. Оған әлі аккаунттар дайын емес, өздері не істейді ол кезде, қалай ол командалар жүйелейді білмейді да. кім жақсы продажа жасады, олар аудиториясы, подписчигі бар адамдар. Сондықтан қазірден бастап подписчик, просмотр жинай бастаңыздар. Стримға шыққан кезде сату жеңіл болады. Ассалаумағалейкум, құрметті біздің заманауи подкасттың қонақтары, көрермендері, қош келдіңіздер. Мінекей біздің кезекті ютубтағы шығарылымыз бүгін ерекше тақырыптардың бірі болады. Біздегі бүгін, как всегда, былай айтқан кездегі әрқашан тұрақты өзіміздің жүргізушілеріміз Несібелі мырза мен Елдар мырза. Қалайсыздар мырзалар? Жақсы, шүкір. Ассалаумағалейкум. Енді айтайын, ассалаумағалейкум. Осылай болу керек қой, молодец. Ал құрметті көрермендер, бүгін біз бір ерекше тақырып қозғағымыз келіп отыр. Біздер білесіздер қазір оқытып жатырмыз. TikTok бойынша қазір миллиондар тауып отқандар бар. И мынандай бір тенденцияны байқап жатырмыз да. Қазір жұмыстарын тастап, курстан кейін адамдар сразу жаңағыдай курсны осылай жаңағыдай TikTokпен тікелей эфирге шығам деп істеп тұрған, ақшасы әкеп тұрған жұмыстарын тастап кетіп жатыр. Вот бүгін осы бойынша бір әңгімелессек мырзалар. Қарсы емессіздер ме? Жоқ. Жалпы мынау адам енді жақсы, бір жаңа тенденция келіп жатыр, жаңа мүмкіндік келіп жатыр. Бірақ сен бір істеп тұрған жұмыстан шығу дұрыс па, дұрыс емес па? Қалай ойлайсыздар мысалы? Енді мен ойымша пока шыққан дұрыс емес шығар деп ойлаймын. Өйткені стрим таңертеңнен кешке дейін жүруді талап етпейді. Күніне әдемі 1 сағат былай жетеді негізінде. Бірақ анау не ғой, мысалға бірінші алғашқы стримда өзінің нишасын тапқанға дейін жасай берсін. Енді өзінің нишасын тапқаннан кейін, алғашқы миллиондар тапқаннан кейін смело шыға беруге болады деп ойлаймын. Өйткені көбісі андай нәрсе ғой. Мысалға біреу барады да хит товар сатады. Бір күнде мысалға 5 миллионға товар сатты дейік. И екінші адам ойлайды, значит хит товар күшті өтеді, значит сол хит товар сату керек деп ойлайды. Ол емес. Әр адамның өзінің нишасы бар. Яғни бір товарды ол ашып айтылады. Біреуінде женский киім күшті сатады, екіншісі сатылмайды. Сол себепті андай нәрсе өзіңнің жүрегіңе жақын, өзіңе ұнайтын бір нишаны тауып, соны стримда бүйтіп тақырып қылып аша алсаң, вот сол кезде күшті продажа болады. Яғни нишасын тапқанға дейін, алғашқы жақсы бір, не знаю, бір 3 миллион ба 5 миллион тапқанға дейін жұмысында жүре беріп, просто андай эксперимент ретінде, тест ретінде, нишасын табу ретінде әрекет етсе дұрыс деп ойлаймын. Кешке жақын, сол сағат бәрін жұмыс біткеннен кейін тамағын ішіп алып келді. Бәрі түнде көреді ғой стрімге өзі. Лампаңды қосып қойды, телефонды қосып қойып, содан кейін шық деп жатсыз несі бойынша. Сіз жаңағыдай сразу жұмыстан шығып кетуді қолдамайсыз? Қолдамаймын. Енді нишасы болса, пожалуйста. Бірақ енді бастап жатқан адамға. Хорошо. Сіз елдерімізде не дейсіз? Мен де дәл солай ойлаймын. Ең алғаш негізгі кешке қарай 1 сағат, 2 сағат тест жасап көргенге еще кешкі уақытта активность жақсы болады. Сол уақытта өзіңіздің нишаңызды тапқанша, бір белгілі бір табысқа шығып алғанша қосымша алып жүрген дұрыс деп ойлаймын. Одан кейін енді ол өз бір жаңағы моментіне келеді. Жаңағыдай уже ары қарай фокусыңды тек мынаған қоймасам өспеймін деген жеріне келгенге шейін менің ойымша біраз жаңағыдай екі жақты алып жүру керек сияқты. Әдемі, рахмет. Мысалы андай нәрсе бар, кешегі мысалы Астанадағы бір әйел кісі көрдіңіз ғой, повар болып істеп жүрген, қазір бір үлкен кісілерді повар болып істеген, қазір сол жұмыс тастап кетіп 1,5 миллион теңгелік айлығын тастап кетіп, қазір TikTokқа отырмақшы. Мысалы бойынша. Енді не үшін параллельно жүргізбедің десең, өйткені бізде ол жақта телефон ұстау мүмкіндігі жоқ дейді. Несі бойынша. Одан кейін жаңағыдай өзінің уақыт суткалық несі бар екен. Содан кейін ол жақта өте қиын дейді осымен жүргізу, жұмыспен бірге алып жүру дейді. Вот кейбір адамдарда сондай бар енді. Жұмысымен бірге өте көп шаршайды. Анаған көңіл бөлемей жатыр. Бірақ желаниесі болып тұр. Тікелей эфир арқылы сауда жасағысы келеді, бизнес жасағысы келеді. Бұндай кезде не дейсіздер? Менің ойымша енді жаңағы бас кезінде біраз уақыт жұмыстан шыққаннан кейін TikTok аккаунтын кішкене көрермен жинап, дайындап алу керек сияқты. Жоқ, оны емес, мен айтып отырмын. Ол адамдарға жаңа жұмыс тастау керек қой ондай жағдайда. Мүмкіндігі жоқ мысалы, ол кейбіреулерінікі бар. Жұмыс өте қиындау. Күндіз мүмкін физический жұмыс болады, кешке жақын уже күші қалмай қалады эфир жасауға. Жаңа сіздер айтып отқан сияқты параллельно жүргізуге.
бір жұмысы ұнамайды өзіне, жарайды табысы мүмкін нормальный шығар, вот ондай жағдайда не істеу керек? Тәуекел деп шығып кету керек сияқты ғой. Подушка жинап алу керек бірінші. Сөзден секіре береді екенсің. жоқ енді жаңағыдай мүмкіндік болмаса просто андай нәрсе ғой, ол иә кішігірім тәуекел, бірақ қазір стрим тез өзгеріп жатыр, және де данный момент енді шыны керек идеальный уақытта стримді бастап кетуге, реклама да арзан, көрермен де арзан әкелесің, ол в любом случае біраз уақыт өткеннен кейін қымбаттай береді, және нарық орнында тұрмайды, нарықты өзіңіз білесіз тез өзгеріп жатыр да. Сондықтан мысалға менде ондай не болса, мысалы телефонға шығатын ешқандай мүмкіндік болмаса, мен жұмысымнан шығып кетіп мен жасай беретін едім. Енді ол менің тәуекелімді өзім рисковать етіп суть жасай беретін едім. Өйткені ол нарық орнында тұрмайды, мен оны артынан қалып қоймауым керекпін деген нәрсе болады да. Яғни мүмкіндік пайдаланып қалу керек деп ойлайсыз. Солай ойлаймын. Өз шешім қабылдайтын едіңіз да? Мен сөйтетін едім. Сіз не дейсіз? Менің ойымша, мысалы, маған жазатындар бар. Менің жасым 40-та, мен қалай ойлайсыз, жасай алам ба дейді да. Соны мен айтамын, сіз жасай алам ба деп тұрсаңыз, скорее всего, жасай алмайсыз ау деймін да. Өйткені бізде в основном нәтиже шығып жатқан адамдар, олар болды, қалай болса да жасаймын, мен сатам деген адамдар в основном соңында сатып кетіп жатады, жетістікке жетіп жатады да. Ал жаңағы жасай алам ба деп екі ойлы болып, өзіне сомневаться етіп, күмәнданып тұрған адамдар в основном соңында жаңағы не бір нишаға тап болмай қалады, не жаңағы бір, в общем, бір проблемалар шығып қалады да алдынан. Енді ондай кезде менің ойымша, если реально болды өзіне сенімді болса, міне мен стримға кірем, мен сата алатыныма сенімдімін, маған мына жұмыс ұнамайды, мен ана жақтан табыс көріп тұрмын десе, менің ойымша кішігірім өзінің подушкасын жинап, өйткені бас кезінде бәрібір лампа алу керек болады, анау-мынау өзіне жағдайын жасау керек болады. Енді аш жүрмейді деген сияқты бас кезінде, өйткені ол кіре салып, енді атып кетіп жатса, бірден табыс тауып кетеді, атпай жатса, жаңа басында кішкене продвижениеға ақша салу керек болады деген сияқты ше. Сол үшін де кішкене подушка жинап алып, содан кейін барып уже стримға ауысқан дұрыс сияқты. Мынандай нәрсе бар, жаңа енді ғана есіме түсіп отыр. Мысалға жаңағы Остин Лиділардың неге миллиард жасады, сосын мен жаңағы Доинға кіріп Остин Лидің парақшасын іздедім. В общем, 35 миллион подписчигі бар екен Остиннің. Сосын енді қазір ең дұрыс нәрсе, мысалы стримді бастан деп жатқан адамдар бар ғой, мысалы алдында да подкастта айттық, кім жақсы продаж жасады, олар аудиториясы подписчигі бар адамдар. Сондықтан қазірден бастап подписчик просмотр жинай бастаңыздар. Стримға шыққан кезде сату жеңіл болады. Яғни уақытты күтпеңіз, жұмыстан шығамын, жұмыстан шықпаймын емес, қолыңызда телефон бар ма? Енді в любом случае 1-2 сағат по-любому тиктокта отырады адамдар. Сол 1 сағатын алыңыз да күніне 1-2 видео салуға арнаңыз. Сосын алғашқы подписчиктер жинай бастағанда, аудитория өсе бастаған кезде сату жеңіл болады да олар адамдарға. Сондықтан ең первый очередь жасайтын әрекет ол подписчик жинау. Вот түсінікті. Сіздер қазір екі модель айттыңыздар, біреусін айттыңыздар шықпаңдар дедіңдер, екіншісінде шығыңдар дедіңдер да, не жағдайына байланысты. Мен сіздер екі жағдай айттым. Вот қандай жағдайда адам шығу керек жұмысынан? Қандай жағдайда шықпау керек? Қандай адамдарға шығуға болмайды? Енді андай ғой, шығуға болмайтын адамдар менің ойымша кредиті көп, қарызы көп, сосын жаңағындай расходы көп адамдар, менің ойымша пока шыққан дұрыс емес шығар деп ойлаймын. Егер бүкіл кредитін жауып тастаса, бүкіл қарызын жауып тастап, одан кейін жаңағындай подушка деп айтады ғой, артығымен ақша. Негізі бизнесті осындай ешқандай қиындықсыз идеальный уақытта бастау керек деп ойлайсыз, иә? Қиындықсыз. Ол андай нәрсе ғой, мысалға бір адамға тәуекел етіп рисковать ету деген тоже қиын айтуға, өйткені әр адам әртүрлі, дұрыс па? Сол себепті менің ойымша сөйтіп келген дұрыс шығар деп ойлаймын. Ал егер давай мен ұрам дейтін адам болса, енді мархабат рисковать ете берсін. Менің ойымша керісінше ана қарызы бар адамдардан тез нәтиже шығады сияқты. Солай ма? Енді қысқан кезде по-любому былай да былай сатып кететін сияқтысың ғой. Что-то екеуің бөліндіңдер ғой. Ол да бар енді. Әдейі сұрақ қойып жатырмын сіздерге. Өйткені өмірден әртүрлі жағдай бар ғой. Иә. Себебі енді ешкім негізі мен білетін кәсіпкерлердің ешқайсысы жетіскеннен бастаған жоқ негізі. Ешқашан бір идеальный уақыт бизнес бастап кетем, тиктокты бастап кетем деген идеальный уақыт болмайды. Ойлайсың ғой, азынан бәрін реттеп аламын қазір анау қарызын бәрін жабайын, ананы жабайын, содан кейін шығамын дейсің ғой. Ешқашан білмеймін, ондай келмейді. Өйткені адамдар бизнес не үшін бастайды? Себебі жетіспеушіліктен. Өзіне жаңағыда былай айтқан кезде ар тартсаң бер жетпейді, бер тартсаң ар жетпейді деген сияқты. Вот осындай модельден бастайды ғой. Сондықтан бұл жердегі әр адамның жаңағы дұрыс айтып отырсыздар, өзінің еще өмірлік психотиптері бар. Мысалы, бір адамдар бар, мен танитын. Алға Қазақстан оларға ше, олар духовисте болады сондай. Олар андай қатты білімге не істемейді, ол басына ұрып кіруден проблема жоқ басында ше, Алға Қазақстанмен кіреді олар ше.
сөйтеді да, бірақ біраз уақыттан кейін бір деңгейге шейін жеткізеді да, ары қарай уже ол қабілет рөлін ойнамайды, ары қарай енді білім алу, өзін дамыту рөлін ойнап кетеді да. Екінші бір аудитория бар, бәрін зерттеп, курстарға барады, бәрін көріп алу керек, түсініп миына жатқаннан кейін барып, содан кейін бастайды. Өйткені ол рискті алуға былай айтқан кезде біреулер қорықпайтындар бар, алла сөйтіп жаратып қойған сондай өзі, біреулер меніңше ұрып кіріп кете береді. И мен екінші аудиториялардың бірімін, мен осындай курстарға барып, әртүрлі бастамастан бұрын сондай өзім зерттеп, көріп, ютубтан көп видео көремін, осындай подкасттарды көремін, көріп барып қана содан кейін барып бастағам да, мысалы өзім. И курстарға бардым, даже өзім бастауға сол кезде духым жетпеді негізі. Тек сол кезде курстармен бірге алып жүріп, сол кезде ғана болды. Онда психотиптегі адам бар. Сондықтан бұл жерде адамның өзіне де байланысты. Енді жаңағы бағана айтып отқан жарайды, повар кісі айына 1,5 миллион теңге айлық алады екен. Жаңағы кісі. Сен 1,5 миллион теңге айлық тастап, қазір сен тиктокқа келіп жатсың мысалы да. Ол қалай болуы мүмкін? Қандай жағдайда сені ертең, өйткені мысалы қара, менің әйелім бар, осыдан 2 жыл алдым, 3 жыл алдым, бизнес бастағысы келді. Сөйтті де жаңағы қоймайды, жаңағы біздің интернет-маркетинг курсқа келді, жаңағы еткізіп алып, сөйтті де киіммен айналысам, детский деді, балалардың киімін көп аламын, содан түсінемін деді сол жақты. Жарайды, түсінсең. Сөйтіп бастады, Түркиядан жаңағы киім алып келдірдік, таныстарды қосып, соңында әйтеуір біразын сатты, соңында сыйлыққа кетті. Жаңа несің бәрі. Костюмчиктар ба? Иә, анаған сыйлыққа кетті, мынаған сыйлық кетті. И мен айтамын да, қара деймін да, менде жарайды бизнес бастаған кезде менде андай аш болдым мен деймін да, басқа менде мүмкіндік болған жоқ. Өйткені бастамасам жұмысым ұнамайды уже. Тауып атқан табысым көңілімнен шықпайды, 80 мың теңгеден айлық аламын сол кездегі несі бойынша. Азынан кешке жұмыста жүресің, не бір машинаң жоқ, не істеп жүрген, түнде бір уақытында келесің. Ана өмір маған күнделікті қайталана бергеннен уже ығырым шығып кетті. Мен ойладым, мына түрмен қазір жас кезде 24 жаста болғам, 24 жасымда қазір бірдеңе бастамасам, жасым келген сайын мен қорқақ бола берем. Сондықтан қазір тез бастау керек деп сол кезде бастап кеттім да. И жаңағы нәрсе өзіме шешім қабылдап, вот сол болды. Ал енді айлығың көп болып тұрып бастап кету маған вообще түсініксіз да, мысалы. Егер маған сол кезде айлығым бар ғой, хотя 250 мың қойып қойғанда бар ғой, мен бастамайтын едім деп ойлаймын мен негізі. Ол да бар, иә, ол да бар. Менде мысалы өзімде, мен ванхум болып жүрдім ғой жаңағыдай зарплатаға. Өзім қалай мына консультацияға қарай, неге қарай ауыстым. Менде өзімде жаңағы зарплатаға істеп жүрдім, күніне 15 мың теңге плюс процент төлейді. Енді маған былайша айтқанда былай жетіп жүрді, бірақ менде қарыздарым болды да. И қарыздарым уже жан-жақтан қысқаннан кейін тезірек шығу керек болды деген сияқты. И негізі ол кез келген мысалы қазір жаңадан бастап жатқан стримда да кісілерге ең күшті көмек ол жақындары ғой бірінші очередь. Яғни тегін біріншіден поддержка беретін и кішкене қасыңда жаңағы көмектесіп, мысалы сен стрим жүргізіп жатсаң жаныңда сатып отыра алатын деген сияқты. Менің әйелім болды. Әйелімді жаңағы Wildberriesке оқыттым да, косметика саласына кіріп, былайша айтқанда косметика саласын мен белгілі бір деңгейге дейін жеткізіп алғанша, чтобы өзімізге уже өмір сүруге жететіндей деңгейге жеткенге шейін мен әлі зарплатада істеп жүрдім. Бірақ мына жақта әйелім екеуміз былайша айтқанда қосымша жүргізіп отырдық та. И уже болды, міне нормально, мынаумен біз ары қарай күн көре аламыз дегенде мына жұмысты жаңағы ванхун емес, уже ары қарай консультация не бүйтіп, косметикаға да көңірек көңіл бөліп бүйтіп сөйтіп шығып кеттім да системадан. Мысалы шыға алмай әлі зарплатаға қарап отырғандар, мен алдында бардым, мен бастаған жерде әлі сол команда отыр ғой. Мысалы да. Сол үшін мен ойлаймын, бәрібір қосымша бүйтіп ақырындап жақыныңды тартып па, бір давай 100%-іңді берем деген сияқты ше. Мен жақсы нәрсе айтып отырсыз. Сол мен өзімнің ең алғаш бизнесін бастаған кезінде, бірақ мен андай болды. Мен түсіндім, мен қазіргі сол жұмысымда жүріп, ана уақытпен мен бизнес бастай алмайтын едім. Мен параллельно бастадым. Сөйтіп барымда бастыққа айттым. Мен мынандай кішкене айлығымды қысқартыңыз. Бірақ маған мынанша уақыт, мынандан кейін мен екінші жұмысқа көңіл бөліп, алдағы уақытта жоба бастағым келеді деп, сөйтіп уақыт азайттым негізі. Сондықтан егер сен де сондай бір ойын болса, мүмкіндігінше егер осы уақытқа дейін бастығыңмен жақсы болып қалсаң, бар болса келіскен дұрыс па деп ойлаймын да. Объемды мынаны орындаймын, бірақ маған уақыт берсеңіз, содан кейін мен мынандай қазір өзім тағы көңіл бөліп келгім келіп жатыр болашақта деген сияқты. Егер түсінетін бастық болса, ол көмектеседі. Егер көмектеспесе, онда басқа шешімге келу керек та. Сөйттім да мен өзім бастадым, жаңа спорт клубты аштым, арендаға алып. И өзім үлгере алмай жүрдім да, жұмыстың қиындау, жалғыз өзің. Сөйтіп осы бокс саласына қызығатын Бағдат деген інім бар, соны алып келіп сол жерге қарап отырып администратор қылдым жаңағы. Сөйтіп партнерім болдым, сөйтіп ең алғаш сөйтіп партнерім бастап кеткенбіз. Яғни өте жақсы нәрсені айтып жатсыз, қасыңдағы бауырыңды, жаңағыдай немесе туысыңды шақырып көмектесе алады дегенше, вот сол. Енді бұл жердегі нәрсе бар, енді бүкіл көрінген адам тарта беруге де болмайды. Оның қабілеті болу керек соған.
мысалы мен именно не үшін сол кезде Бағдат деген бауырым тарттым, өйткені өзі ұнайтын бірдеңе әйтеуір үнемі зерттеп жүреді, курстарға барып жүрді, өзін дамытып жүрді, и сол бауырым тарттым да. Қазір ол әлі қазірге шейін уже бокс саласында, қазір өндіріс уже ашып кетті, сондай спортивный жаңағы грушалар шығаратын, жаңағыдай ұратын не бар ғой, боксқа арналған. Сол сондықтан өте жақсы нәрсе айтып отырсыз. Егер басында бір көмек ретінде мүмкін тиктокты жалғыз өзің емес, бағанағы досыңмен ба, туысың ба, кел давай бірге не істеп көрейік, параллельно өткізіп көрейік, бір зат сатып көрейік деп үйтіп бастау өте күшті нәрселердің бірі. Жақсы әдемі. Мен мысалы оны неге айтып жатырмын, қазір кәсіпкерлердің де көбісі бітті тикток курсты оқып алдым, тикток жүреді екен деп бірден команда алып тастағысы келеді, бірден 2-3 команда қойып тастағысы келеді да. Оған әлі аккаунттар дайын емес, өздері не істейді ол кезде, қалай ол командаларды жүйелейді білмейді да. Мысалы біз ана Розбудты түсірдік та, жаңағы бренд. Сол жерде қазір мысалы 3 команда жұмыс істеп жатыр. Таңертең жаңағы 10-нан басталады, түнгі 4-ке дейін, 3-ке дейін өшірмейді стримді ше. Сол оған дейін келу үшін, бірақ ол кісі үлкен өзі оптовик болса да, өзінің қол астындағы жалғыз қызымен бастап көрді да. Мысалы сонымен тест жасап көрдік, аккаунтты дайындап, қыздырып, сонымен өтетінін көргеннен кейін жанына қосымша бір қыз алдық көмекші. Сөйтіп ана аз-аздан бастаңыздар, пока бірден бастай салып ақша салуға асықпаңдар деген нәрсені түсінбейді да. Салып тастағысы келіп тұрады ғой бәрі. Сол сияқты мына жаққа да бізге келеді да, мысалы көбісі мен артынан енді сөйлесем ғой, көбісі мен жаңағы жаныма көмекші алуға ақшам пока жоқ, осындай проблемаларын айтып тұрады да. Мен айтамын да, бірінші жаңағы жақындарыңыз бар ғой, жаныңызда кім мысалы сатуға қабілеті бар, кішкене көмектесуге ниеті бар деген сияқтышы, давайте деп кішкене мотивациясын беріп, давайте осыдан істесем, міне осынша процент аласың, если көтеріліп жатсам, былай деп кішкене болашаққа пайдасын берді деген сияқтышы. Сөйтіп бір жаныңда басында бастап кішкене аяққа тұрып алғанша, бірінші очередь мен ойлаймын, білмеймін, жақындарың көмектесетін сияқты да сондай кезде. Иә. Әрине ол өте маңызды нәрселердің бірі. Сондықтан өте дұрыс нәрсе айтып жатсыз. Осылай бірігіп, қасыңа туысыңды бір партнер ретінде, мысалы, уақытың егер өзіңдікі жетпей жатса, басқа адамның уақытын алып, негізі бизнес деген сол ғой. Сен өйткені ешқашан бір адам үлкен жоба жасай алмайды. Сен не істейсің? Уже өзіңнің арманыңды жүзеге асыру үшін басқалардың уақытын осылай сатып аласың. Оған айлық төлейсің, өйткені саған уже мүмкін емес бір адам бәріне үлгеру да. Тауар әкелу керек, оны сату керек, оны жеткізіп беру керек, оны есептеу керек, оның жарнамасын жасау керек деген сияқты осының іштегі процестер өте көп та. Сондықтан мен ойлаймын, өте дұрыс нәрселердің бірі. Енді бұл жер мынандай да, әр адамның индивидуальный, конечно, мына жер қазір камерада қарап отырғаннан кейін әркім әртүрлі түсінуі мүмкін да. Маған қазір шоу керек па или шоу керек емес па деген нақты жауап айтыңдар деген сияқты бір адамдар отыратын. Нақты жауап жоқ сияқты ғой. Жоқ. Әр адамда, иә, индивидуально. Мысалы, мен фабрикада жұмыс істеймін. Слесарь ремонтникпін. Өмірлік оқиғаңызды айтып жатсыз? Иә. И жүрмін жаңағындай. Ол кезде Nokia телефон, жаңа Opera деген браузер бар, жаңа как заработать деньги в интернете деп іздеймін, жаңа запростың бәрі сол ғана. Қараймын, жүрдім да бір уақытта что-то болмайды. Жаңа енді андай ғой, рисковать етіп жұмыстан шығамын, еще жұмыстан шығып кетсем қалай болады деген ойлап жүрдім да. И бірақ ойладым, жұмыста жүре берсем, точно мен байымаймын дедім да. Шығып кеттім жұмыстан. Үйдегілер в шоке, сен қалай жұмыс істеп кеттің, анау мынау. Сосын мен айттым, қойыңдаршы дедім да. Одан кейін сетевой маркетингпен айналыстық. Одан кейін ана жаққа барып бір қадалдық, анда қадалдық, мында қадалдық. В общем, қадалған сайын одан сайын күшейе берді желание, сонымен шығып кеттік қой, короче, ол водовороттан. Вот енді бұл жерде конкретно өте дұрыс нәрсе, нақты жауап жоқ негізі. Себебі әр адам әртүрлі. Мысалы, мен енді жарайды жұмыстан шықтым да, маған да дәл сондай болды басында. Почти бір сол жұмыстан шыққан екен, бизнесін бастаған екен бір 5-6 жыл маған айтып жүрген шығар. Балам нормаль жұмысқа кірсе. Үйдегілер ма? Акиматқа бар, анаған бар, мынаған бар деген сияқты. Сенбейді да. Кейін ақша тауып, уже ақша беріп, жаңағыдай кішкене жағдайларын жасап, үйін ремонттап беріп, кішкене аяққа тұрғызған екен, уже сене бастайды. Бұл да әйтеуір бір нормаль жұмыспен айналысып жүр екен ғой, табыс табуға болады екен ғой деп. Кейін ғана мойындайды да. Тура сол сияқты менің бір бауырларым болды. Сөйтіп олар да келді, біздің маркетинг курсын оқыды, алғашынан ақша тапты. Сөйтті де біраз уақыттан кейін жаңағыдай ары қарай жүргізе алмай қойды. Басты себептерінің бірі мынандай ғой, маркетингке келді, үйреніп алды, сайт жасауды үйренді да. Сөйтіп барып сайт жасаудан заказдар алып алған. Сөйткенде оларға істеп берем деп ақшаларын алып алғанда, бір-екеуін істеп бергенде екі-үшеуін істеп бермей кетіп қалған ғой. Сөйтеді ана уже танитындар менің бауырым екенін біліп алғанда, сөйтіп маған жазады жаңағы. Мирик мырза, міне сіздің бауырыңыз мынандай туысыңыз, менің жан жасап берем деп лақтырып кетті анау-мынау деп ше. И ана жігіт вроде әдем бастады басында.
алды да кейін де бытшын шығып қазір қайтадан ананда болмады мынау болмады, қайтадан жұмысқа барып тұрақты жұмысқа кірді. И сен түсінесің, что барлық адам бизнеске оған келмейді. Себебі сен бизнеске келгеннен бастап сені бұрынғыдай ей давай деп қамшылап отыратын, ұрсып отыратын, тәртіпке салып отыратын бастығың жоқ. Ал адамдардың көбісі еркіндік дейді да, бірақ еркіндікті алған кезде қуат. Себебі сен бұрынғыда уже бастығың жоқ қой, таңертең сағат 9-дан бастап кешкі сағат 6-ға дейін отыр деп ше, өзің білгеніңді істейсің. И көп кәсіпкерлер басында ойлайды да, енді бастағандар лафа басталды дейді да, қуадан ұйықтайды, жаңа несімен ше, жұмысын жасамайды, сонымен деген уже заказға мән бермейді. И өмірі деген бұрынғы әйтеуір бастықтың арқасында бүйтіп көтеріліп жатқан өмір бүйтіп төмен түсе береді ғой. И түсет қашан өзінің қолын алады, алса алды, ала алмаса, значит ол кәсіп оныкі емес. Себебі адам еркіндік дегенмен еркіндікті пайдаланбайтын адамдар өте көбейген негізі. Жауапкершілік қой. Иә, үйреніп қалған жаңағыдай бұрынғыдай бастығың. Мен ондай адамдарға айтамын, значит сен сол нормальный маман бол, сол сен не істелінген, пока деңгейің жетпейді, онда бар да жұмыс жаса. Жұмыс жасау деген жаман деген сөз емес қой енді. Себебі мен өте көп, мысалы, айтайын ба сіздерге, алғашқы 6-7 жылым менің почти мамандардан көп аз ақша таппым ғой негізі. Менің мамандарым шетелге шығады. Тапқан айлықтарына жаңағыдай арасында жақсы үйде тұрады, әдемі киінеді. Сен кәсіпкерсің, алғашқы 5 жылың былай айтқан кездегі өте андай пустой өтеді ғой. Ақшаны қайттан сала бересің, өзіне сала бересің, бизнес қайттан сала бересің, мамандардың айлығын төлейсің, өзіңе мынандай аяқ қалады соңында ақша. Ол семьяң расходы ғана бітеді, сонымен ештеңе жоқ. Ойланасың да, ну точно бизнес осылай ма деп, осылай бола ма или қайтадан жұмысқа бара салам ба деген уже күмәндар бола бастайды. Сондықтан оған да дайын болу керек, бірден атып кетпейді. Бірденнен қазір ол жүріп кетпейді сен ойлағандай, мысалы да. Вроде сауда болып жатады, бірақ әлі табыс болмайды, өйткені оны қайтадан оборот қайттан саласың, қайттан тауарды көбейте бересің. Сөйтіп алғашқы 5 жылың примерно солай өтеді ғой негізі. Оған дайынсыңдар ма? Пожалуйста, сонда шығыңдар. Сондықтан оның минусын да айтып жатырмын сіздерге. Енді плюс жағы да бар. Уже одан өтсең, одан кейін уже, конечно, уже біраз уақыттан кейін оборотың үлкейгеннен кейін, шыдап өтіп кеткеннен кейін, уже шетелге шығу мүмкіндігің, уже әке-шешеңе көмектесу мүмкіндігің, уже жаңағы отбасың бірге жаңағыдай уже семейный шетелге шығып демалу мүмкіндігің, достарыңмен қыдыруың, жақсы машина, жақсы үй келеді. Бірақ сол шыдамайды ғой көбісіне. Иә, сабырлық керек, жаңағы характер керек, адамның соңына шейін жеткізе алу, адамдардың репутацияны сақтау керек, уәде бердің ба, орындау керек деген нәрселер бар да, мысалы. Шынымен мен осы уақытқа дейін андай үнемі, даже көп партнерлармен болсын барлығында репутацияны бірінші орынға қоямын ақшадан гөрі. Кейде болады, екеуміз жұмыс істеп жатырмыз, мысалы да, айталық, екеуміз компанияның минусқа кіріп кетті. Сізде мысалы мүмкіндік жоқ. Бірақ біз уже бір адамдардан ақша алып қойғанбыз. Бір адамдар мені таниды, сөйтеді да екеуміз болмай қалды. Мен көбінесе даже барамын да, жарайды, егер сен бермей жатсың ба, мен өзім репутациям үшін хорошо деймін да, құтыламын деп аналардан құтыламын да. Өмірімде солай 2-3 рет болды сондай жағдай. Мен одан ешқашан қашқан емеспін, өйткені мен білемін, ақша келеді, бірақ репутация келмейді. Құртып алмау керек сол үшін. Сондықтан енді бастап жатқандар, хоть тауармен айналысайын деп жатқандар, бизнеспен айналысайын деп жатқандар, жаңа характер бәрінен бөлек, сабырлықтан бөлек репутация. Лақтырмаңдар ешкімді. Лақтырмауға тырысыңдар деген сияқты. Лақтырмаңдар мүлдем. Одан қайта ақшамен ұтылсаңдар, ұтыла салыңдар, қарызың құтылыңдар, кешіктіріп болсын, бірақ беру керек, орындау керек. Ертең сенің артыңнан жаман сөз жүрмеу керек. Осы нәрселерді сақтасаңдар, кейін сол жинаған репутацияң бәрі саған көп дивиденд ретінде келеді. Қазір шүкір, білмеймін, 12 жылдан бері бизнесте жүрмін ба, қазір ақша инвестор тапсам да қиын емес уже. Қазір уже біраз жерге бар, біреуден попросить саласың, мына жерден көмектесіп жібер дейсің. Соның арқасында сенде уже мүмкіндік көбейе бастайды да. Сондықтан ол бизнес деген ол минус жағы да бар, оңай емес. Бірақ кім соңына шейін алып кетеді, кім осылай жаңағыдай шыдайды сол қиындығына несіне, онда одан кейін сол адам соңында жемісін жейді, менің ойымша. Бәрібір тәуекел еткенде ол бас кезінде қиын болатын сияқты, өйткені мен де бірден универді тастап кете салдым ғой. Соң универді тастап кетіп болды, міне саудада ойбай қызат болды деген кезде қырам жоям, қанша уақыт орыс естіп үйдегілердің зарплата кір қайттан деп. Бас кезінде қиналдық, бірақ содан сабыр етіп өтіп кетсең, негізі сон ары қарай өзің жауапкершілік сезініп алып кетсең деген сияқты. Бірақ нормально болып кетеді да аяғында негізі, если шыдасаң. Мен еңбек етіп, сабырлық етіп бағана айтып отқан нәрсе, ешкімнің жаңағы ала жібін аттамастан, жақсы жұмыс жасағандардан жетістікке жетпеген адамды көрген жоқпын әйтеуір айына бірнеше миллион теңгесін табады. Ең дегенде. Өйткені бизнесте айына бір 2-3 миллион табу деген ол ең андай
жұмыста 60 мың 70 мың теңге алатын сотрудник бар ғой, сондай деңгей деп айтайықшы. Бизнесте айына 2-3 миллион табу деген ол ең қиналмай-ақ табу мүмкіндігі бар да. Ал ол жоғары уже 10 миллион айлық уже таза табысың 20 миллион деген уже басқаша қабілеттер керек, уже ол жерде басқаша деңгей керек, уже үлкен обороттар керек, ол жерде үлкен риск те ол жақтарда. Сондықтан айына 1-2 миллион 3 миллион деп отырған менің ойымда қатты қиын емес, оны көп адам таба алады негізі. Бірақ бағанағы нәрсе шыдау керек, сабырлық етіп, табандылығымен бірге соған жетсе болады. Еңбек етсе соңына шейін. Енді қорытындылағанда қалай жаңағыдай енді өздеріңіздің жұмыстарыңызды тастамаңыздар ақырында мүмкіндігінше параллельно бастап қорытындылап түсіндіріп берейік деген ғой енді. Не айтасыз давайте қорытындылайық не сөз мырза. Енді жаңа сіз айтқандай тастайын ба тастамайын ба деген енді әркім өзі біледі. Біз мына вариантын да айттық, мына вариантын да айттық. Мен өзім лично ұрып өттім, мен шыды керек. Тәуекел ет. Тәуекел дегенде бір әкетіп бара жатқан қатты тәуекел де емес. Просто барымда жұмыстан шығып кеттім мен, істемеймін деп. Сол тәуекел болды десеңші. Сол тәуекел болды енді. Одан кейін қадалудың көкесі басталды, бірақ нормально шығып кеттік одан. Сондықтан енді әркім өзі біледі. TikTokта енді ақша бар, TikTokте күшті нәрсе, тез дамып жатыр. Хотя бы күніне 1-2 сағат арнасаңыз, одан көп арнасаңыз, ақырындап жүріп кететін нәрсе негізінде. Шықпай-ақ күніне 1-2 рет эфирге шыға бер, 1 сағатта 2 сағат. Иә. Ары қарай жақсы жүріп отыр, ақша тауып аласың, кейін уже аяққа тұрған кете бер, білген істе. Елдерімізде сіз? Мен де қосылам. Тура солай. Біреузе қосылам, біреузе қосылмай деген. Жаңағы енді дұрыс қой, енді четінен 1 сағаттан, 2 сағаттан сөйтіп ақырындап мынандай кішкентай нәрседен басталып ақырын жетеміз да. Ол нәрсеге андай бірден бүйтіп асықпау керек та. Бірден міне болды мен курс ұстаймын деп ше. Ондай болмайды негізі, ондай дайын дүние жоқ та. Болды міне мынадан шығам, мені ойбай жарқын болашақ күтіп тұр деген ешкім гарантия жоқ та. Кәсіпкерлерге де бірден 3 команда 4 команда деп асықпаңыздар. Аздан қол астыңызда бар 1-2 адамды үйретіп, содан бастап сөйтіп жанына адам қосып сөйтіп ақырында өсіңіздер да. Мен беретін кеңесім сол, андай бірден шығып кетіп, бірден жаңағы асықпау керек та. Себебі қиналып қаласыздар өздеріңіз ертең. Иә, негізі шынымен өзінің әр нәрсенің бәрібірден қаласаң да қаламасаң да әйел баласы 9 айдан кейін туады деген сияқты. Қанша тырыссаң да тырыспасаң да өзінің уақыты бар, срогы бар. Тура сол сияқты адамның да өзінің пісіп жетілу уақыты бар да. Бір адамдардың мысалы ешқашан асығудың қажеті жоқ бизнес деген. Бізде ана как будто бір сезім болады, бір кешігіп жатқан сияқты, қазір өміріміздің бәрі осылай өтіп кететін сияқты, бәріне бәрі қалып бара жатқан сияқты сезім. Бірақ кім ұзақ уақыт асықпастан жұмыс жасай береді, сол адам жетеді. Ол бәрінен оза алады. Мысалы біз қазір енді қанша жылдан кейін сол ойға келдім да, қазір бизнесте де асықпаймын. Қазір мүмкіндік болады, айына мынаны сразу жарып көп табыс табуға да мүмкіндік болып тұр. Клиенттерді көп жинауға да болады. Бірақ асықпайсың. Себебі сервис реттеу керексің, командаң деңгейін көтеру керексің әлі. Олар ертең онша көп халықпен жұмыс жасауды оған үйрену керек, корпоративный культураны алып келу керексің, ресурстарын көбейту керексің, осындай бірден студия жасау керексің деген сияқты жай-жайдан оған келеді. Сондықтан ұнайтын салаңды қалап тұрсың ба, соны асықпастан жай басай беруге болады. Бағанағыдай. Вот осы біздің айтып отқан кеңестеріміз. Құрметті көрермендер, бүгінгі эфирді көргендеріңіз үшін рахмет. Алдағы уақытта сұрақтарыңыз болып жатса, жазыңыздар комментарийға жақсылап тұрып, біз тағы да оның бәрін ескеріп, сіздермен бірге осылай өз білімімізбен, тәжірибемізбен бөлісетін боламыз. Рахмет мырзалар, рахмет көрермендер. Келесі бағдарламада жүздескенше сау болыңыздар.